Үйдің қожайыны есікті ашып маған немқұрайды көз тастағанда ақша селдіреп бүк түсіп қалған мына әйелден өз әйелін тани алмағанын көріп, 15 жылдық түрме өмірі мені адам танымастай өзгерткенін сол сәтте ұқтым. Ол Арман Нұрбеков еді. Мені үй қызметшісі етіп, кезінде екеуміз бірге салған сол зәулім үйге жұмысқа алды. Міндеттерімді түсіндіріп жатқанда үнсіз бас изедім. Ал оның жаңа әйелі Әлия кір ыдысты менсінбей қолыма тастағанда да қабағымды шытпадым. Бірақ бір күні 17 жастағы ұлым Даниярдың қолында көгерген іздерді көргенде, оның сыбырлап өгей шешесін құбыжық деп атағанын естігенде, тордың ар жағында үйренгенімді еске алатын уақыт келгенін түсіндім. 120 күннен кейін бұл әйел менің үйімнен өзі қашып шығады, қайтып келмеуге жалынады. 2015 жылдың суық қазан таңында колонияның ауыр темір қақпасы артымда жабылғанда, мен қуаныш емес, қорқыныш сезіндім. 15 жыл тікенек сымның бетон қабырғаның ар жағында өтті. 15 жыл бойы әр күнім минутына дейін жоспарланды. Әр қадамым бақылауда болды. Әр тынысым есептеулі еді. Ал енді қолымда азнаулақ зат салынған кішкентай дорбамен түрме қақпасының алдында тұрған шаңды жолда тұрмын. Қайда барарымды, не істерімді, бұл менсіз өзгеріп кеткен әлемде кім екенімді білмедім. Колонияның қарсы бетінде үлкен әйнек витринасы бар шағын дүкен тұрды. Солай қарай баяу жүрдім. Қоршаусыз жерде жүргенге үйренбегендіктен аяғымды абайлап бастым. Витринаға жақындап әйнектегі бейнеме қарадым да қатып қалдым. Алдымда бөтен кемпір тұр. Бір кезде қою қара болған шашым сиреп, сұр тартып, орамал астынан күл түстес қатты талшық болып шығып тұр. Бетімді терең әжім торлаған, көзден самайға, мұрнынан иекке дейін созылған сызықтар, маңдайды тілген қатпарлар, терім сұр салбыраған дақ басқан. Арқам бүкірейген, иығым салбырап, көзге көрінбес ауыр жүк басып тұрғандай. Қолым арық, сіңірлі, тамырлары шығып тұр. Алақандарым түрме жұмысынан қатып қалған. Маған небәрі 52 жаста едім. Ал әйнектегі бейнем 70-тен асқан кемпір. Есіме 15 жыл бұрынғы өзім түстім. Сот залы. Мен 37 жастамын. Иығыма төгілген ұзын қара шаш, сымбатты бой, таза жүз, жарқын көз, тік жүріс. Мен табысты кәсіпкер Арман Нұрбековтің жары едім. 2 баланың анасы Айдана мен Даниярдың. Қаланың шетіндегі 2 қабатты ауласы бар кең үйдің иесі едім. Ал қазір мен ешкіммін. Бұрынғы сотталған әйелмін. Ешкім танымайтын, төлқұжаттағы аты ғана қалған адаммын. Менің бұрынғы атым Айсұлу Нұрбекова еді. Ал ол Айсұлудан қазір ештеңе қалмаған. 15 жыл бұрын мені қолдан ұйымдастырылған қылмыспен соттады. Арманның компаниясынан қаржы жымқырды деп айыптады. Мен оның фирмасында бас есепші болып істедім. Барлық қаржы айналымына жауапты едім. Компаниядан 2 миллион жоғалғанда тергеу менің қолтаңбамды тапты. Туыстарыма қатысы бар деген жалған есепшоттарға аударымдар көрсетілді. Мен тергеуде айқайладым, жыладым, қолтаңба менікі емес дедім. Мені біреу әдейі құртып отыр дедім. Бірақ тергеуші тыңдамады. Қағаздарды, сараптамаларды, банк анықтамаларын көрсетті. Барлығы мені айыптап тұрғандай болды. Сотта Арман куәгер орындығында отырды. Қымбат костюм киген, көзіме қарамады. Әйеліме де, қызметкеріне де сендім. Барлық қаржы соның қолында болды. Мұндай операцияларды одан басқа ешкім жасай алмады деді салқын үнмен. Тағы да соңғы айларда ол өзгеріп кеткен. Жүйкесі жұқарған. Кабинетіне кіріп алып, сыбырлап сөйлесетін. Мен бірдеңе дұрыс емес екенін сездім, деді. Бұл жалған еді. Мен өзгермедім. Жасырынған жоқпын, сыбырлаған жоқпын. Мен тек ана едім, әйел едім. Үйімді, балаларымды, жұмысымды ойлап жүрген адам едім. Бірақ сот Арманға сенді. Мені қатаң режимдегі колонияға 15 жылға кесті. Аса ірі көлемдегі қаржы жымқыру бабымен. Сол күні балаларымды соңғы рет көрдім. Даниярға 2 жас еді, Айданаға 4. Олар күтушінің қасында артқы қатарда отырды. Айдана жылап маған қолын созды. Данияр не болып жатқанын түсінбей, үлкен үрейлі көздерімен қарады. Мен күлімсірегім келді. Қол бұлғағым келді. Бірақ күзетші қолымнан жұлқып, есікке қарай сүйреді. Бұл соңғы кездесу екен. 15 жыл бойы Арман балаларды маған бірде-бір рет жолықтыруға әкелмеді.
адвокат арқылы ресми салқын хабарламалар жіберіп отырды. Балаларды қылмыскер анамен кездестіру олардың психикасына зиян. Олар сені ұмытып, қалыпты өмір сүруі керек. Ал мен оларға ай сайын хат жаздым. Кейде айына 2 рет. Айданаға оны қалай жақсы көретінімді, күлкісін сағынатынымды, алғашқы сөздерін, алғашқы қадамдарын есіме алатынымды жаздым. Даниярға оны жаңа туған кезінде қолыма қалай ұстағанымды, бесік жырын қалай айтқанымды жаздым. Екеуіне де бір күні оралатынымды, құшақтайтынымды, қайтадан отбасы болатынымызды жаздым. 15 жыл 200 аса хат жібердім. Бірде-бір жауап алмадым. Енді міне дүкеннің витринасына алдында тұрмын. Әйнектегі бейнеме қарап тұрып, бір ғана ой келді. Балалар мені танымайды. Көрсем де мына ақ шашты, бүк түсіп кеткен кемпірден өз аналарын ешқашан тани алмайды. Витринадан теріс бұрылып, жол бойымен жүріп кеттім. Автобус аялдамасына жету керек, қалаға бару керек. Сосын анам тұратын ауылға. Анам 15 жыл бойы маған бірде-бір рет келмеді. Жасы 70-тен асқан, денсаулығы әлсіз, аяқтары ауыратын. Мұндай алыс жол оған мүмкін емес еді. Бірақ ол ай сайын хат жазды. Ауылдың тіршілігін, көршілерді, ауа райын жазды. Тамақ, киім, дәрі-дәрмек салып, сәлемдеме жіберіп тұрды. Автобус орман мен даланы кесіп өтіп, ойқы-шойқы жолмен 4 сағат жүрді. Мен терезе қасында отырдым. Сырттан сырғып өтіп жатқан ауылдарға, сұрғылт күзгі аспанға, жалаңаш ағаштарға қарадым. Енді не істеймін деген ой миымнан шықпады. Анам мені кішкентай ағаш үйінің табалдырығында қарсы алды. Есікті ашты. Ұзақ қарады, танымады. Мен үнсіз тұрдым. Күттім. Сосын ақырын ғана, апа, бұл мен Айсұлумын дедім. Ол алдымнан даусымды таныды. Сосын барып жүзіме үңілді. Ерні дір етті. Көзіне жас толды. Алға бір қадам жасап, мені құшақтады. Қалтыраған қолдарымен бауырына басты. Айсұлу, қызым, Құдай-ау, қатты өзгеріп кетіпсің ғой. Біз ас үйде ескі ағаш үстелдің қасында отырдық. Ернеуі жарылған кеселермен шай іштік. Анам маған қарап үнсіз жылады. Көз жасын алжапқышымен шетімен сүртті. Мен балаларды сұрадым. Айдананы, Даниярды, қалай екенін, қайда тұратынын, бақытты ма, емес пе, соны сұрадым. Анам асықпай сөйледі. Әр сөзін ойланып айтты. Жанымды ауыртып алудан қорыққандай. Сен қамалған 2 жыл өткеннен соң Арман жас әйелге үйленді. Аты Әлия. Ол кезде 25 жаста еді. Арман 40-та болатын. Әдемі күтімді ауқатты отбасыдан дейді. Мен кесені сондай қатты қыстым. Саусақтарымен буындары ағарып кетті. Ал балаларға не деді? Анам көзін төмен салды. Аналарын қайтыс болды деді. Колонияда аурудан 1 жылдан кейін өлді деп айтқан. Айдана мен Данияр анамыз жоқ деп, жетімбіз деп өсті. Мен көзімді жұмдым. Ішімде бірдеңе жыртылғандай болды. Қазір олар қайда? Сол үйде. Сендер Арман екеуің салған үйде. Үй ресми түрде оның атына жазылған ғой. Сен ұсталғаннан кейін сол жерде қалды. Әлияны әкелді. Қазір үшеуі балалармен бірге сонда тұрады. Ол балаларға қалай қарайды? Анам үнсіз қалды. Дәл білмеймін, сирек көремін. Бірақ көршілердің айтуынша Арман үнемі жұмыста. Үйде көп болмайды. Балалар әкесін тек кешкісін ғана көреді. Ал Әлия ше? Анам сөзін аяқтамай үнсіз қалды. Не болды, Әлия ше? Айтады деді ол баяу. Суық қатал дейді. Балалар одан қорқады екен. Кейде үйден айқай естіледі деп жүр. Бірде Айдананың аулада жылап отырғанын көріпті. Бірақ нақты дәлел жоқ. Тек қауесет. Мен тыңдап отырып, ішімде бір нәрсе лап етіп жанды. Ашудың, ызаның оты. Менің балаларым 15 жыл көрмеген, перзенттерім бөтен әйелдің қолында қорлық көріп жүр. Ал Арман мұны көрмейді, немесе көргісі келмейді. Мен қайтуым керек дедім. Оларды көруім керек, қорғауым керек. Күлімхан апа маған үрейлене қарады. Айсұлу, қалай барасың? Егер барып, мен аналарыңмын десең, Арман сені қуып шығады. Балалар сенбейді. Олар 15 жылдан бері сені өлді деп ойлайды. Сені алаяқтықпен бопсалаумен айыптауы мүмкін. Білемін деді тыныш қана. Сондықтан мен ана болып емес, бөтен адам болып барамын. Анам түсінбеді. Мен ауылда анамның қасында 1 апта болдым. Демалдым, күш жинадым, ойландым, жоспар құрдым. Сосын қалаға қайтып келдім. Шет жақтағы ескі жатақханадан айына анам берген
мардымсыз зейнетақыдан бөлінген ақшаға бөлме жалдадым. Жұмыс туралы хабарландырулар бар газетті сатып алып парақтай бастадым. Іздегенім табылды. Қызметкерлер қажет деген бөлімде. Жеке үйге қызметші керек. Міндеттері: үй жинау, кір жуу, үтіктеу, ас дайындау, мектеп жасындағы балаларды қарау. Талаптар: 45 жастан асқан әйел, зиянды әдеттері жоқ, ұқыпты, жауапты. Шарттары: үйде тұру, жеке бөлме, тамақпен қамтамасыз ету, айлық айына 200 мың теңге. Мекенжай толық көрсетілген. Мен оны бірден таныдым. Арман екеуміз 15 жыл бұрын бірге салған үй. Мен некеге дейін тапқан ақшамыз алынған жерге тұрғызылған үй. Арман үй қызметшісін іздеп жүр екен. Мен телефон соқтым. Нөмір теріп жатқанымда саусақтарым дірілдеп кетті. Ұзақ гудоктар, сосын тық етіп дыбыс. Ер адамның дауысы. Тыңдап тұрмын. Бұл Арманның дауысы еді. Мен оны бірден таныдым, бірақ бұрынғыдан бәсең, қатқылдау болып кеткен. Мен терең тыныс алдым. Өзімді сабырға шақырып, жай сөйлеуге тырыстым. Түрмедегі жылдар даусымды қарлықтырып жіберген. Сәлеметсіз бе? Мен үй қызметшісі туралы хабарландыру бойынша қоңырау шалып тұрмын. Атым Бибігүл Қалиқызы. Жасым 55-те. Үйде тұрып істейтін жұмыс іздеймін. Үй шаруасында тәжірибем бар. Ол сұрақтар қойды. Қай жақтаның? Бұрын қайда істедің? Неге үйде тұратын жұмыс іздеймін? Ұсыныс беретін адам бар ма деп. Мен алдын ала дайындаған жауабымды айттым. 3 жыл бұрын күйеуім қайтыс болды. Ауылда тұрдым. Шаруашылықпен айналыстым. Жақында қалаға қызыма келдім. Бірақ сыйыспадық. Енді әрі жұмыс, әрі баспана іздеп жүрмін. Ол ертең кешкі 6-ға келуімді айтты. Мен 10 минут ерте бардым. Қақпаның алдында тұрып қалдым. Аяғым жүрмей қойды. 2 қабатты кірпіштен салынған зәулім үй. Үлкен терезелер, мансарда, кең терраса, айналасы күтімді бақ. Біз оны Арман екеуміз бірге жобалағанбыз. Әр кірпішінің түсін, әр терезесінің пішінін, бөлмелердің орналасуын өзім таңдағанмын. Бақтағы ағаштарды да өз қолыммен отырғызғанмын. Бұл менің үйім еді, менің арманым еді. Мен қақпадағы қоңырауды бастым. Динамик сыбдыр етті. Иә, Бибігүл Қалиқызы, кездесуге келдіңіз ғой. Қақпа электромотордың баяу гуілімен ашыла бастады. Мен таныс төселген тас жолмен кіреберіске қарай жүріп, 3 баспалдақтан көтерілдім. Есікті қағып үлгермей жатып, өзі ашылды. Табалдырықта Арман тұр екен. Ол қартайыпты. Самайын ақ шалып, көзінің аузының айналасын терең әжім торлаған. Көйлегінің астынан аздап шыққан іші бар. Бірақ бет бейнесі қол қалпы, түзу мұрын, төртбұрышты иек, қалың қастың астында сұр көздер. Ол маған салқын бағалағандай қарап тұрды. Жұмысқа келген адамға қарайтындай. Басымнан аяғыма дейін шолып өтті. Ағарған шаш, қартайған жүз, арзан киім, бүкірейген арқа, қатып қалған қолдар. Танымады. Көзінде бір ұшқын да жоқ. Мен одан бірақ 1 метр жерде тұрдым. Кезінде күйеуім болған адам, балаларының әкесі. 15 жыл бұрын мені сатқан адам. Ал ол мені бөтен кемпірде ғана көріп тұр. Ол басын изеп, ішке өткізе ишара жасады. Кіріңіз. Мен үйге ендім. Кіреберіс өзгеріпті. Жаңа жиһаз, жаңа түсқағаз, жаңа еден. Бірақ үйдің жобасы сол қалпы. Мен бұл үйдің әр бұрышын жатқа білетінмін. Арман мені қонақ бөлмеге алып барды. Биік төбелі кең бөлме. Арғы бетінде камин, жұмсақ жиһаздар. Ол диванды нұсқады. Өзі қарсы беттегі креслоға отырды. Мен отырдым. Қолымды тіземе қойып, көзімді төмен салдым. Ұялшақ, момын адамды бейнеледім. Ол сұрақ қоя бастады. Телефондағы сұрақтар бірақ егжей-тегжейлі. Қайда тұрдым, не істедім? Ас пісіре аламын ба? Жуа аламын ба? Үтіктеймін бе? Балалармен жұмыс істеген тәжірибем бар ма? Мен байыппен жауап бердім. Ұсақ түйегіне дейін айтып, ойдан шығарған өмірбаянымды шынайы етіп көрсетуге тырыстым. Өмір бойы үй шаруасымен айналыстым. 3 бала өсірдім. Қазір бәрі ержетіп, әрқайсысы өз алдына кетті. Күйеуім қайтыс болды. Жалғыз қалдым деді. Ол тыңдап отырды, бас изеді, блокнотына бірдеңелерді түртіп отырды. Сосын жұмыс шарттарын түсіндірді. Таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін, аптасына 6 күн, жексенбі демалыс. Міндеттері: үйдің бәрін жинау, кір жуу, үтіктеу, таңғы ас, түскі ас, кешкі ас әзірлеу, балаларды мектептен кейін қарау, ата-аналары келгенше қадағалау. 1-ші қабатта жеке кіретін есігі бар бөлме берілді. Тамақ
бірге не бөлек келісім бойынша айлық айына 200 мың теңге. Әр айдың басында төленеді. Сынақ мерзімі 2 апта. Егер бәрі дұрыс болса, ресми түрде жұмысқа алады. Мен бәріне келістім. Бас изедім, тыңдадым. Артық сұрақ қойған жоқпын. Ол орнынан тұрып қолын ұсынды. Жақсы, ертеңнен бастап кірісіңіз. Таңғы 8-де келіңіз. Мен оның қолын алдым. Оның алақаны жылы, құрғақ мығым еді. Ал менің қолым суық, кедір-бұдыр, сәл дірілдеп тұрды. Ол мені шығарып салды. Мен үйден шықтым. Тас жолмен қақпаға дейін жүріп бардым. Сыртқа шықтым. Артымнан бұрылып, үйге соңғы рет қарадым. Ертең мен қайта келемін. Өз үйіме. Үй иесі болып емес, қызметші болып. Ана болып емес, бөтен әйел болып. Бірақ мен қайта келерім. Балаларымның жанында боламын. Оларды көремін, қорғаймын. Ал менің кім екенімді ешкім білмейді. Өйткені Айсұлу Нұрбекова 15 жыл бұрын түрмеде өлген. Ал қазір бұл үйге Бибігүл Қалиқызы келеді. Ақ шашты, қарт, көзге түспейтін бір қызметші әйел. Және дәл қазірге осының өзі жеткілікті. Өз үйімдегі алғашқы жұмыс күнім таңғы 5-те басталды. Жатақханада жалдап тұрған тар бөлмемде ояндым. Тот басқан краннан аққан мұздай сумен бет-қолымды жуып, таза бірақ ескі киімімді кидім де автобусқа отырып бір кездері өзіме тиесілі болған үлкен үйге қарай шықтым. Дәл 8-де жеттім. Домофонды бастым. Есікті Арман ашты. Үнсіз кіргізді. Ас үйге қарай ишара жасап, азық-түлік қайда тұрғанын, ыдыстарды, тұрмыстық техниканы көрсетті. Таңертең әдетте ботқа, жұмыртқа қуырады, немесе омлет жейді. Кофе, шай ішеді. Әйелім Алия кеш тұрады. 11-лер шамасында оянады. Таңғы асын көбіне бөлмесіне ішеді. Балалар 7:30-да мектепке кетеді. 3-тер шамасында қайтады деді. Мен тыңдадым, бас изедім, есте сақтағандай болдым. Ал шын мәнінде бұл ас үйді одан да жақсы білетінмін. Әр шкапты, әр сөрені, әр тартпаны кезінде өзім таңдағанмын. 15 жыл бұрын бұл үйді жабдықтап жатқанда Арман жұмысқа кетіп, мен ас үйде жалғыз қалатынмын. Қазір де солай болды. Мен бөлменің ортасында тұрып, жан-жағыма қарадым. Бәрі өзгерген. Жаңа жиһаз, жаңа плита, жаңа тоңазытқыш, жаңа ыдыс-аяқ. Бірақ жобасы сол қалпы. Терезе баққа қарайды, мен қалағандай. Терезе алдында жұмыс үстелі, ас әзірлеп тұрып, ағаштарға қарап отыру үшін. Мен таңғы ас дайындай бастадым. Ботқа қайнаттым, жұмыртқа қуырып, кофе қойдым. Қолдарым өздігінен қимылдап жатты. Әр қозғалысты жатқа білетіндей. Сағат 6:30-да баспалдақтан аяқ дыбысы естілді. Біреу түсіп келе жатыр. Мен бұрылдым. Ас үйге бір қыз кірді. Ұзын бойлы, арық, ұзын қара шашы салақтау байланған. Беті боз, бояусыз, көзінің асты көлеңкеленген. Мектеп формасында ақ блузка, қою көк белдемше, колготки. Айдана, менің қызым, қазір 19-да. Ол маған қарамастан тоңазытқа барып ашты. Сүтті алып стаканға құйды да тұрған күйі тез-тез ішіп қойды. Мен плитаның жанында тұрып көз алмай қарап қалдым. Соңғы рет оны 4 жасар, бұйра шашты, томпақ бет қыз кезінде күйінде көрген едім. Ал қазір алдымда ересек қыз тұр. Жастық шағымдағы өзіме қатты ұқсайды. Айдана стаканын раковинаға қойды да бұрылып кетпек болды. Сол сәтте ғана мені байқады. Селк ете қалды. Тоқтады. Маған қызықсыз, жат адамға қарағандай көз тастады да сыпайы ғана бас изеді. Қайырлы таң. Даусы жай ұстанымды. Мен де бас изедім. Өз даусыма сенбей тұрдым. Айдана ас үйден шығып, оның қайтадан баспалдақпен көтерілгенін, бөлмесінің есігі жабылғанын естідім. Мен ас үйде жұмыртқа күрегі қолымда, көз жасымды әзер ұстап тұрдым. Менің қызым, менің Айданам. Мені танымай жанымнан өтіп кетті. Ол үшін мен жаңа келген бір қызметші ғана едім. 10 минуттан кейін ас үйге бір ұл кірді. 16-7-лер шамасындағы жасөспірім. Бойы ұзын, иықты, спорттық денелі, қысқа қара шашты, жүзінен салмақ байқалады. Данияр, менің ұлым. Ол үстелге барып отырды. Телефонын шығарып, экранға үңілді. Мен оның алдына ботқа қойылған тәрелкені, шай құйылған кесені қойдым. Ол басын көтерместен басын изеп, рахмет деп күбірледі. Мен оның жанында тұрып жүзінен көз алмай қарадым. Кеудеме ауа толмай қалғандай болды. Соңғы рет оны 2 жасар сәби кезінде қолыма алып едім, ал қазір
менен бойы биік, даусы жуандай қалған, иығы кең, есейіп кеткен бозбала тұр. Ол тамағын тез ішті де орнынан тұрып шығып кетті. 5 минуттан кейін айдана түсті. Үстел үстіндегі ыдысқа тұрған алмадан біреуін алып сөмкесіне салды. Екеуі бірге үйден шықты. Кіреберіс жабылған дауысы естілді. Мен жалғыз қалдым. Ас үйдегі үстелге отырып бетімді алақаныммен жаптым да өзіме жылауға рұқсат бердім. Үнсіз, ешкім естімейтіндей. Менің балаларым менсіз өсіпті. Олар мені аналары екенін білмейді. Олар үшін мен таңғы ас әзірлейтін бөтен кемпір ғана. 15 минуттай жыладым. Сосын көз жасымды сүрттім. Орнымнан тұрдым. Үстелді жинай бастадым. Жұмыс көп. Көз жасқа уақыт жоқ. Сағат 11 шамасында үстіңгі қабаттан аяқ дыбысы естілді. Біреу оянған сияқты. Мен қонақ бөлмеде сөрелердің шаңын сүртіп тұрғанмын. Баспалдақтан бір әйел түсіп келе жатты. Алдымен арқасын көрдім. Бойын ұзын, сымбатты. Ашық түсті, ұзын шашы иығына төгіліп тұр. Үстінде шабдалы түстес жібек қалат. Ол бұрылды. Мен оның жүзін көрдім. Әлия, Арманның әйелі, балаларының өгей шешесі. Жасы 38 шамасында. Әдемі, бет әлпеті жинақы. Үлкен көк көздер, толық еріндер, қырлы мұрын, тері күтімі тегіс, тырнақтары ұзын. Ашық қызыл лак жағылған. Білегінде алтын білезіктер, мойнында кулоны бар, жіңішке алқа. Ол маған жоғарыдан төмен қарай бастады. Бағалағандай, суық, аздап жиіркенгендей, әлеуметтік тұрғыдан төмен тұрған адамға қарайтындай. Бұл жаңа үй қызметшісі ме, деді ол. Маған емес, бос кеңіске айтқандай, біреу жауап береді деп тұрғандай. Мен басымды изедім. Иә, мен Бибігүл Қалиқызы. Әлия мысқылдай пысқырып жіберді. Қарт екенсің, жұмысты игере аласың ба өзі? Мен қолымдағы шүберекті қаттырақ қыстым, бірақ даусымды бір қалып ұстадым. Иә, қолымнан келеді. Көрерміз, деді де ас үйге қарай өтіп кетті. Мен оның шкаптарды ашып, ыдыстарды шығарып жатқанын, кофе қайнатқышты қосқанын естідім. Бірнеше минуттан соң дауыстады. Мен ас үйге кірдім. Әлия үстелде отыр. Телефон қарап отыр екен. Таңғы асымды бөлмеме әкеліп бер. Кофе, тост пен жем, йогурт. 10 минуттан кейін. Ол жауап күтіп тұрмастан қайтадан жоғары көтерілді. Мен таңғы ас әзірледім. Барлығын табақшаға қойдым. Баспалдақпен екінші қабатқа көтерілдім. Жатын бөлменің алдына тоқтадым. Бұл бір кезде мен Арманмен бірге ұйықтаған бөлме еді. Тыныш қана қақтым. Кіріңіз. Мен кірдім. Жатын бөлме мүлде өзгерген. Жаңа жиһаз, жаңа түс қағаз, жаңа төсек. Бірақ терезе сол қалпы. Баққа қарап тұр. Кезінде өзім қалағандай. Әлия жастыққа сүйеніп төсекте жатыр. Планшет қарап отыр екен. Мен табақшаны жанындағы тумбочкаға қойдым. Ол тағамға көз тастап қабағын түйді. Кофе әлсіз. Келесіде қоюрақ қыл. Мен басымды изедім де бөлмеден шықтым. Алғашқы апта осылай өтті. Мен жинадым, жудым, әзірледім, үндемедім. Берілген бұйрықтың бәрін орындадым. Алғашқы апталарда мен үйді, күн тәртібін, әрқайсысының әдетін үнсіз зерттедім. Арман таңертең ерте кетеді, кеш қайтады. Балалармен дерлік сөйлеспейді. Кешкі асты үнсіз ішіп, сосын кабинетіне кіріп кетеді де түн ортасына дейін компьютер алдында отырады. Әлия кеш оянады. Таңғы асын төсекте ішеді. Сосын қонақ бөлмеде йогамен айналысады. Сұлулық салондарына барады. Құрбыларымен кездеседі. Кешке қарай ғана үйге оралады. Балалармен аз сөйлеседі. Сөйлесе қалса суық, бұйрық раймен. Балалар тым тыныш, тұйық еді. Айдана көбіне өз бөлмесінде. Құлаққап тағып алып, сабақ оқиды немесе кітап қарайды. Данияр мектептен келіп, үй тапсырмасын тез орындап, не достарымен сыртқа шығады, не бөлмесіне кіріп алып компьютерге отырады. Бірақ мені алаңдатқан ұсақ түйектер көбейе бастады. Айдана Әлия бөлмеге кірген сайын селк ете қалады. Даусы бәсеңдетіп, сөзін аңдып сөйлейді. Аз тамақ ішеді. Көбіне тәрлекесін толтырып қалдырады. Данияр Әлиядан қашқақтайды. Ол кірсе бөлмеден шығып кетеді. Сұрақтарына қысқа ғана жауап береді. Ал сосын мен көгерген іздерді көрдім. Алғаш рет жұмыстың екінші аптасында кешкі ас үйде жинап жүргенімде Данияр су ішуге келді. Құмырадан стаканға су құйды. Қолын көтергенде жейдесінің жеңі сырғып кетті.
білегінде жаңа көгерген із, күлгін түсті тиын көлеміндей. Мен тоқтап қалдым, оған қарап қалдым. Ол көзқарасымды байқап, жеңін тез түсіріп жіберді. Ештеңе деместен ас үйден шығып кетті. Бірнеше күннен соң Айдананың қолынан көрдім. Ол маған дастархан жаюға көмектесіп тұрды. Тәрлікке сұнғанда блузкасының жеңі жоғары сырғып кетті. Иығында үлкен, жайылған бір аптаның шамасында сарғайып бара жатқан көгерген ізді тұрды. Айдана менің қарап тұрғанымды байқап, жеңін түзеді де теріс бұрылды. Ал кейін мен бәрін өз көзіммен көрдім. Бір кеште Арман іссапарда жүргенде Әлия қонақ бөлмеде отырды. Шарап ішіп, теледидар көріп отыр екен. Мен ас үйде ыдыс жуып тұрдым. Теледидардың дауысы естіліп тұрды. Айдана төменге қонақ бөлмеде ұмытып кеткен кітабын алуға түсті. Үнсіз өтті. Журнал үстелінің кітабының алдында кетпек болды. Сол сәтте Әлия өткір дауыспен «Айдана, бері кел» деді. Айдана тоқтады да бұрылды. Жақында. Айдана баяу сақтанып жақындады. Әлия оған тітіркене қарады. Неге үстелде лас шынаяқ тұр? Мен айттым ғой, артынан жина деп. Айдана үстелге қарады. Онда шынаяқ тұр еді. Бірақ ол Әлияның таңертең кофе ішкен шынаяғы. Бұл менікі емес. Менімен дауласпа, қазір жина. Айдана шынаяқты алып, ас үйге қарай беттеді. Тоқта деп тағы да айқайлады Әлия. Айдана тоқтап бұрылды. Әлия орнынан тұрды, жанына келді. Иегінен ұстап, бетін жарыққа бұрды. Боянып алғансың ба? Мектепке боянып барасың ба? Айдана босанып шығуға тырысты. Жоқ, бұл тек ерінге арналған жылтыр. Мен саған 18-ге толмай боянуға тыйым салдым. Қанша рет айтуым керек? Әлия қолын сілтеп, оны тартып жіберді. Шапалақ. Айдана кейін шегініп кетті. Қолындағы шынаяқ жерге түсіп, быт-шыт болды. Сынықтар жан-жаққа шашылды. Мен ас үйдің есігінде тұрдым. Бәрін көрдім. Қолымдағы ас үй сүлгісін қатты қысып алғаным сонша тырнақтарым алақаныма батып тұрды. Тағы да ыдыс сындырдың, салақ, қазір жина деп айқайлады Әлия. Айдана тізерлеп отыра кетті. Қалтыраған қолымен сынықтарды тере бастады. Бетінен жас парлап ағып жатты. Мен шыдай алмадым. Қонақ бөлмеге кіріп бардым. Айдананың жанына отыра кеттім. Мен жинаймын, қажет емес, қолыңды кесіп аласың. Әлия маған ашумен қарады. Мен сенен сұраған жоқпын. Бұл оның міндеті. Мен оған сабырлы, бірақ нық қарап, ол бала, ал мен үй қызметшісімін. Жинау менің жұмысым дедім. Әлия қарсы жауап айтпақ болды. Бірақ мен сынықтарды жинап жатыр едім. Оған қарағанда жоқпын. Ол бұрылып жоғарыға шығып кетті. Жатын бөлмегінің есігін тарс жапты. Айдана еденде отырып тізесін құшақтап жылап отырды. Мен қасына отырдым. Иығынан құшақтадым. Ол қарсыласпады. Кішкентай баладай маған сүйеніп тығылды. Мен оның шашынан сипап сыбырладым. Бәрі жақсы болады, бәрі жақсы болады. Бірнеше минут солай отырдық. Сосын Айдана түзеліп отырды. Көз жасын сүртті. Айдана маған қарап, «Рахмет сізге, Бибігүл апай», деді де орнынан тұрып бөлмесіне кетіп қалды. Ал мен қонақ бөлменің еденінде отырып қалдым. Қолымда сынған шынаяқтың сынықтары, ішімде бұрқ-сарқ қайнаған ашу. Бұл әйел менің қызымды ұрады. Өгей шеше менің баламды қорлайды. Ал Арман мұны көрмейді, немесе көргісі келмейді. Сол сәтте түсіндім. Жай ғана қасында жүру аз. Тамақ пісіріп, үй жинау жеткіліксіз. Одан құтылу керек. Оны бұл үйден кетіру керек. Өзі қашып шығатындай ету керек. Ал мен қалай істеуді білетінмін. Қатаң режимдегі колонияда 15 жыл маған көп нәрсе үйретті. Тірі қалуды, күресуді, адамды білдірмей біртіндеп өзіне өзі күмән келтіретіндей етіп сындыруды. Ертеңіне бастадым. Әлияның қымбат киімдерін жуырда кір жуғыш машинаға ұнтақты сәл көбірек салатын болдым. Су температурасын нәзік маталарға тиіс мөлшерден 2-3 градусқа ғана жоғары қоятынмын. Киім бірден бұзылмайды, бірақ өңі біртіндеп сола бастайды. Матасы қатаяды. 2 аптадан соң оның 20 000 теңгелік сүйікті жібек блузкасы күңгірттеніп ала-құла дақ түсті болды. Әлия айқайлады. Мені сауатсыз деп сөкті. Қымбат затын бүлдірдің деді. Мен кешірім сұрадым. Ұнтақтың сапасы нашар шығар дедім. Басқасын аламын деп уәде бердім. Ол блузканы лақтырып тастады. Тағы бір апта бойы ұрысты. Ал мен жалғастыра бердім. Юбкасы мен көйлектерін үтіктегенде көзге бірдей байқалмайтын жерлерін аздап қана күйдіретінмін. Тесік емес, айқын дағы емес. Бірнеше күнден кейін ғана
тер мен жарықта қарайып шығатын іздер. Оның жүн юбкасы сарғыш даққа толды. Тағы да айқай-шу, тағы да айыптау, тағы да менің кешірімім. Оған ас әзірлегенде тамақты сәл ғана артық тұздайтынмын немесе дәмсіздеу қылатынмын. Жеуге келмейтіндей емес, бірақ қасық тигізетіндей. Ол тамақты тастап кететін. Үйде тамақ ішпей қойды. Кафелерден тіске басарлар жейтін. Арманға үй қызметшісі ас пісіре алмайды деп шағымданды. Арман иығын қиқаң еткізетін. Маған дәмді, балалар да жеп жүр, ұсақ түйекке бола ұрыспа дейтін. Әлияның жатын бөлмесін жинағанда заттардың орнын миллиметрлеп ауыстыратын болдым. Крем айнасының сол жағында тұрса, оң жағына қоятынмын. Тарағы оң жақта жатса, сол жаққа. Кітап тумбочкада 45 градуста тұрса, 30 градусқа бұрып қоятынмын. Ұсақ түйек, бірақ сана сезбесе де ми бәрін тіркеп отырады. Үй оған біртіндеп бөтен сезіле бастады. Әлия мазасызданды. Бұл үйде біртүрлі өзімді жайсыз сезінемін. Бәрі өз орнында емес сияқты деп Арманға шағынатын. Арман шаршағансың, демал сал дейтін. Бірақ Әлия тынышталмады, ашуланшақ болды. Балаларға жиі ұрысты. Сонда мен оларды ашық қорғай бастадым. Әлия айданаға айқайласа, бөлмеге жинауға келдім деген сылтаумен кіретінмін. Сабырмен, мұны мен істеймін, бұл менің жұмысым дейтінмін. Бірде Әлия Даниярды бір тапсырманы баяу орындады деп иығынан ұрғанда, ол шығып кеткен соң мен дәріханадан өз ақшама алған көгеруге қарсы майды әкеліп, оның иығына жақтым. Балалар маған үйрене бастады. Айдана кешкісін ас үйге келіп, үстел басында үнсіз отырып сабақ оқитын болды, жай ғана қасымда болу үшін. Данияр хал жағдайымды сұрай бастады. Дүкеннен ауыр сөмкелерді көтеретін болды. Ал Әлия бақылауын жоғалта бастады. Киімдері бұзылады, тамақ ұнамайды, үй жат сезіледі. Балалар тыңдамайды. Ол мені күдіктене бастады. Суық қарайтын болды. Әр қадамымды тексеретін болды. Бірақ дәлел жоқ. Ол қарап тұрғанда мен мінсіз істеймін. Бір айдан соң Әлия ашуға берілді. Арманмен жиі ұрысты. Мені біліксіз деп айыптады. Балалар оған менің кесірімнен бағынбайды деді. Ал Арман мені қорғады. Үй таза, тамақ бар, балалар қараулы. Мен мәселе көріп тұрған жоқпын деді. Олар күн сайын кешкі қатты ашумен ұрса бастады. Үйдің іші айқайдан жаңғыратын. Балалар бөлмелеріне тығылып, құлаққап тағып, музыканы қатты қоятын, естімеу үшін. Ал мен жалғастыра бердім. Тыныш білдіртпей жүйелі түрде. Әлияның осы үйдегі әлемін біртіндеп қирата бердім. Және оның көп ұзамай сынатынын білдім. Нақты білдім. Өз үйіме бөтен атпен жұмысқа тұрғаныма 2 жарым ай өткенде бәрін өзгерткен. Өзім де дайын болмаған жағдай болды. Жүрегімнің түбінде бәлкім соны алғашқы күннен ақ күткен шығармын. Суық желтоқсан кеші еді. Терезенің ар жағында қараңғылық ерте түскен. Сағат 6 ғана болса, қар ірі үлпек болып жауып тұрды. Терезе алдында бақтағы ағаштардың бұтақтарына қонақтап көшенің дыбысын бәсеңдетіп тастаған. Үйдің іші жылы, жайлы. Ас үйдің кешкі ас иіс аңқып тұрды. Картоп қосып қуырған тауық, көкөніс салаты, жаңа піскен нан. Мені қонақ бөлмеде жинап жүрдім. Еденнен төбеге дейін жететін үлкен кітап шкафының сөрелерін сүртіп жатырмын. Әдеттегі жүйелі жұмыс. Кітаптарды, мүсіншелерді, сурат рамкаларын алып, астын дымқыл шүберекпен сүртіп, қайта орнына қойып. Жоғарғы сөрелер төбеге таяу. Оған сирек жететінмін, саты керек. Бүгін мұқият тазалау жасауды шештім. Қоймадан сат әкеліп, шкафқа тіреп, орнықтылған тексеріп, жоғары көтерілдім. Ең үстіңгі сөреде қалың шаң басқан ескі рамкалар тұр екен. Бұл жерге айлар емес, жылдар бойы қол тимегені көрініп тұр. Фотолардың көбі соңғы 10 жылда түсірілген. Арман мен Әлия Түркияда теңіз жағасында, күнге күйген көзілдірік таққан, қолдарында коктейль. Арман балалармен аттракцион паркінде, үшеуі шолу дөңгелегінің алдында күліп тұр. Фотостудиядағы отбасылық суреттер, жоғары кәсіби, күлкілер жаттанды, көздеріне жетпейді. Мен рамкаларды бір-бірлеп алып, шаңын сүртіп отырдым. Беттеріне ұзақ қарамауға тырыстым. Өйткені Әлия мен Арман түскен әр сурет жүрегіме қадалған пышақтай еді. Ол әйел менің орнымды алған, менің өмірімде өмір сүрген, менің төсегімде ұйықтаған, менің балаларымды өсірген. Бірақ бір рамка өзгеше тұрды.
сөренің ең түкпірінде басқаларының артына тығылып, біреу әдейі көзге түспесін деп сырғытып қойғандай, бірақ лақтырып тастауға да дәті бармағандай. Ескі ағаш рамка лагы қарая бастаған, беті ұсақ жарықтарға толы, бұрышында әйнегі жарылған. Мен оны абайлап алдым, шаңын үрлеп түсірдім. Сонша қалың екен, өзім түшкіріп жібердім. Шүберекпен әйнегін сүрттім де сатының үстінде қатып қалдым. Рамканы дірілдеген қолыммен ұстап тұрмын. Жүрегім бір соқпай қалғандай болды. Суретте мен тұрмын. Жас Айсұлу, 32 жаста, беліме дейін түскен ұзын қара шаш, толқындатып иығыма жайылған, қалыңдық макияжы, бетімде қызғылт рең, ернімде бақыттан жарылардай күлкі, үстімде ақ қалыңдық көйлегі, кеуде тұсы ұсақ моншақпен кестеленген, белдемшесі көп қабатты, үлбіреген фатин, қолымда ақ раушан мен лала гүлден құралған үлкен гүл шоғы, атлас лентамен байланған. Басымда фата, кішкентай тәжбен бекітілген, тәжінде жарқыраған тастар. Мойнымда жүрек пішінді кулоны бар жіңішке алтын алқа. Арман құда түскенде сыйлаған. Жанымда Арман, 33 жаста, сымбатты, әдемі, қара 3 бөлікте костюмде, ақ жейде қара көбелек галстук, омырауында ақ раушаннан бутеронка. Ол оң қолымен белімнен құшақтап тұр, сол қолымен қолымды ұстап алған. Камераға жеңімпаздай күліп қарайды. Мақтаныш, бақыт. Біздің үйлену тойымыз 20 жыл бұрын, 1995 жылдың 15 маусымны, өмірімдегі ең бақытты күн деп ойлаған күнім. Сол күні біз мәңгі бірге боламыз деп сенгенмін. Ештеңе бізді айыра алмайды деп сенгенмін. Мықты отбасы құрамыз, балалар өсіреміз, бірге қартаямыз деп сенгенмін. Мен сол суретке телміріп қарап тұрып қалдым. Көз алмай қарай бердім. Өзімнің жас, нұрланып тұрған кезіме, үміт пен махаббатқа толы сол Айсұлуға, ертегіге сенген, мәңгілік махаббатқа сенген, күйеуім ешқашан сатпайды деп ойлаған сол Айсұлуға. Ол Айсұлу 15 жылдан кейін өмірі күл талқан болатынын білмеді. Күйеуі сотта өзіне қарсы куәлік беретінін, бостандықтан, үйінен, балаларынан, жастығынан, сұлулығынан, тіпті өзінен айырылатынын білмеді. Көзіме жас толды. Шыпылықтадым, бірақ ұстай алмадым. Қолым қатты дірілдеп, рамка саусағыммен сусып кете жаздады. Бұл кім? Төменнен шыққан дауыс, тыныш, таңданған, қызығушылыққа толы. Мен селк етіп, сатыдан құлап кете жаздадым. Бос қолыммен сөреге жармасып, төменге қарадым. Кітап сөресінің алдында Айдана тұр екен. Басын көтеріп, қолымдағы суретке қарап. Жүзі бозарып кеткен, көздері үлкейіп ашылған, қастары көтерілген, үстінде үй киімі, сұр спорттық шалбар, ақ футболка, арт жағында салақ байланған шаш, қолымда тарих оқулығы мен дәптер. Мен асығыс төмен түстім, тізем қалтырап тұр, қолым дірілдеп тұр. Рамканы орнына қойдым да басқа суреттердің артына сырғытып жібердім. Теріс бұрылып, шаң сүртіп жатқандай кейіп таныттым. Білмеймін, жай ғана ескі суреттерді сүртіп жатыр едім, дедім. Айдана жақындап келді. Ұшына тұрып, сөреден жаңа ғана қойған рамканы қайталды. Көз деңгейіне түсірді. Ұзақ қарады. Үндемей, тесіле зерттегендей. Бұл папам, деді баяу. Өте жас. Мұнда 30-дар шамасында ғана. Мен оны ешқашан мұндай жас күйінде көрмеппін. Тіпті бізге көрсеткен ескі суреттерде де ол үлкенірек болатын. Ал жанындағы кім? Мен оның қасында тұрдым. Қолымда арқамның артына қысып алғанмын, дірілдегенімді көрмесін деп. Даусыма сенбей үндемедім. Айдана суретті бетіне жақындатып, әр бөлшегін қарады. Біздің жүзімізді, киімімізді, артымыздағы көріністі, қолымдағы гүл шоғын. Бұлар үйлену киімінде. Бұл той, папамның үйлену тойы. Демек бұл оның қалыңдығы. Бірақ бұл Әлия емес. Әлия аққұба, көк жүзді бойшаң. Ал бұл әйел қара шашты, қоңырқай көзді аласа. Ол маған бұрылды. Бір суретке, бір менің бетіме қарап салыстыра бастады. Бибігүл апай, сіз білесіз бе бұл кім? Сіз бұл әйелді көрдіңіз бе? Мен баяу басымды шайқадым. Көзіме қарауға батпадым. Жоқ, білмеймін, мүмкін туысы шығар, алыс әпкесі, дедім әлсіз ғана. Айдана қабағын түйді. Папамның әпкесі жоқ. Ол жалғыз бала. Ата-анасы біз дүниеге келмей тұрып қайтыс болған. Туыстары аз дейтін әрдайым.
Ол суретті терезеге апарды. Көшедегі шамның жарығына ұзақ қарады. Тыныш, мұқият, зерттей. Сосын кенет маған бұрылды. Ол маған ұқсайды, өте қатты ұқсайды, деді Айдана сыбырлағандай. Өзіңіз қараңызшы Бибігүл апай, шашы да дәл менікіндей, қара толқынды қалың, бет пішіні де сондай, сәл сопақша, мұрны тура сондай, ортасында кішкентай ғана дөңесі бар. Ерні де ұқсас, толық сызығы анық, көзі де бадам тәрізді. Біртүрлі өзімді 20 жыл бұрын көріп тұрғандаймын. Немесе бұл әйел менің өте жақын туысым сияқты. Мен үн қатпадым. Тамақ түсім қысыла түсті, тынысым тарылды. Көзім қарауытып, кітап шкафына сүйеніп қалдым, құлап кетпеу үшін. Айдана рамканы сөредегі орнына абайлап қойды, қасиетті жәдігердей. Бірнеше секунд үнсіз тұрды. Ерні қозғалып, бірдеңені ой елегінен өткізіп тұрғандай. Сосын маған бұрылды, тік қарады. Терең, өткір, ішіме үңілгендей. Бибігүл апай, сізден бір нәрсе сұрасам бола ма? Бұл жеке, бірақ мен үшін өте маңызды. Мен басымды изедім, даусыма сенбедім. Егер сөйлесем, бәрі ашылып қалатындай көрінді. Сіздің балаларыңыз болды ма? Сұрақ жай шықты, бірақ әр сөзі ауада қатып қалғандай. Жүрегім қатты соғып тұр, құлағымның дүрсілі естіледі. Самайым бүлкілдеп, алақаным терлеп кетті. «Иә, болды», дедім ақырын. «Олар қайда? Неге сіз олармен емессіз?» Мен терең демалдым. Мен олардан айырылдым. Мен істемеген қылмыс үшін түрмеге отырғызылдым. Біреу мені әдейі құртты. Құжаттарды қолдан жасап, ұрлыққа жапты. Соттады. Қатаң режимдегі колонияға жіберді. Балалар әкелерімен қалды. Олар кішкентай еді. Тым кішкентай. Айдана өңі тіптен қуарып кетті. Ал сіз босап шыққанда? Мен шыққанда олар есейіп кеткен еді. Ересек болып қалған. Оларға мен өлді деп айтқан. Аналарың түрмеде ауырып қайтыс болды деген. Олар мені осы жылдардың бәрінде де өлді деп ойлаған. Айдана бір қадам кейін шегінді. Қабырғаға сүйеніп қалды. Қолындағы оқулық пен дәптерді кеудесіне қысты, қорғағандай. Сіз неше жыл отырдыңыз? 15 жыл қатаң режимдегі колонияда. Айдана көзін жұмды. Ерні дірілдеп кетті. Беті өзгеріп сала берді. Көзін қайта ашқанда қарашықтарында бір мезетте ауырсыну да, үміт те бар еді. 15 жыл. Дәл 15 жыл бойы бізге анамыз өлді деп айтқан. Маған 4 жаста, ал Даниярға 2 жаста. Тұтқыннан 1 жыл соң өкпе қабынуынан қайтыс болды. Түрме зиратына жерленді. Ал ол жерге баруға болмайды деген. Мен үнсіз жылап тұрдым. Жасым бетімнен еркін ағып жатты. Жасырмадым. Айдана маған көз алмай қарады. Әр әжімімді, әр ақшашымды, әр сызығымды зерттегендей. Балаларыңыздың аты кім еді? Оларға қандай ат қойдыңыз? Даусым дірілдеп шықты. Қызымның атын Айдана қойдым. Мені өсірген әжемнің құрметіне. Ал ұлымның аты Данияр. Ол атты әкесі таңдаған. Дыбысы әдемі деп ұнататын. Айдана көзін жұмды. Ерні тағы дір етті. Қайта ашты. Жас бетімен төмен сырғып, қолындағы кітапқа тамшылады. Бұл біздің анамыз. Мен Айданамын. Ал інім Данияр. Біз Айдана мен Данияр Нұрбековтер. Ол маған қарады. Мен білемін. Сіз біздің анамызсыз. Даусы сыбыр еді. Бірақ сол сыбырдың ішінде қорқыныш та, үміт те, жалыну да бар еді. Мен басымды изедім. Көз жасым тоқтамай ағып жатты. Енді ұстай алмадым. Ұстағым да келмеді. «Иә», дедім сынып шыққан дауыспен. «Мен сендердің аналарыңмын. Мен Айсұлу Нұрбековамын. Суреттегі әйел менмін». Тек қана 15 жылдық түрме өмірі мені адам танымастай өзгертіп жіберді. Қарт әйелге айналдырды. Айдана бірнеше секунд қимылсыз тұрды. Көзін бақырайтып маған қарап қалған. Бетінен жас сорғалап ағып жатыр. Қолындағы оқулығы мен дәптері сусып түсіп, еденге дүңк ете қалды. Сосын ол баяу басын шайқады, шындықты қабылдағысы келмегендей. Жоқ, бұл мүмкін емес. Сен біздің анамыз бола алмайсың. Бізге әрдайым аналарың өлген деп айтатын. Әкем айтты, Әлия айтты, айналадағының бәрі айтты. Қанша сұрақсақ та бір жауап қана болды. Аналарың сендер кішкентай кезде қайтыс болған. Мен бір қадам алға шықтым. Мен өлген жоқпын. Мен отырдым. Мерзімнің соңына дейін түгел өтедім. 15 жыл, 3 ай, 12 күн. Биыл қазанда бостандыққа шықтым.
алдыма анама сендердің әжелеріңе ауылға бардым, ал сендердің тірі екендеріңді әкелеріңмен және оның жаңа әйелімен осы үйде тұратыныңды айтты. Мен сендерді көру үшін қайтып келдім, бірақ мен сендердің аналарыңмын деп келе алмадым. Сенбейсіңдер деп қорықтым. Әкелерің қуып жібереді деп қорықтым. Алаяқтыққа ақша бопсалауға жаптырды деп қорықтым. Сондықтан бөтен атпен үй қызметшісі болып келдім. Тек жанында болу үшін, күн сайын көру үшін, қарау үшін. Айдана көз жасына тұншыға сөйледі. Сонда әкем сені қалай танымады, өз әйелін қалай танымай қалды? Мен өзімді көрсеткендей қолымды жайдым. Өткені мені адам танымастай өзгертіп жіберді. Қарашы Айданам, бір кезде қою қара болған шаш ағарып кетті. Беттегі әжімдер жарықтай терең. Арқам ауыр жұмыстан бүкірейген, қолым қажалып, мүйізденіп кеткен. Түрмедегі төбелісте 3 тісім сынған, бетімде пышақтан қалған тыртық бар. Маған 52 жаста, бірақ 70-тегі кемпір деймін. Лагер адамды бірнеше жылда қартаюға мәжбүрлейді. Жастықты, сұлулықты, денсаулықты жеп қояды. Әкең менің алдымда сендердің аналарыңды емес, бөтен қажыған қарт әйелді көреді. Ол 20 жыл бұрын үйленген жас әдемі әйелді менің бойымнан тани алмайды. Айдана ұзақ үнсіз тұрды. 1 минуттай, бәлкім одан да көп. Футболкасының жеңімен көз жасын сүртті. Маған қарап әр әжімімді, әр сызығымды, әр белгісін зерттеді. Үйлену тойындағы суреттегі жас әйелмен ұқсастық іздеді. 4 жасында соңғы рет көрген анасының бейнесін жадынан суырғысы келгендей болды. Сосын жай ғана, бірақ нық дауыспен: Данияр бұны білуі керек. Інім мұны сенің аузыңнан естуі керек. Қазір. Ол еңкейіп жердегі оқулық пен дәптерді алды да диванға лақтыра салды. Бұрылды да қонақ бөлмеден тез шығып кетті. Мен баспалдақпен жоғары жүгіре көтерілген дыбысын естідім. 1-2 сатыны аттап өткенін, бауырының бөлмесінің есігін қатты қаққанын. Данияр, тез шық. Бұл өте маңызды, өте маңызды. 1 минуттан кейін олар бірге түсті. Данияр әпкесінің артынан келе жатты. Жүзі сақ түсінбей тұр. Сәл ашулы. Үстінде үй киімі, қара спорт шалбар, жазуы бар сұр футболка. Шашы ұйпаланған. Әлде ұйықтап жатқан, әлде компьютерде отырғаны көрініп тұр. Айдана оны кітап шкафының қасына алып келді. Қолынан ұстап тұрып, ескі ағаш рамкадағы суретті көрсетті. Қара, мұқият қара. Бұл әкем өзінің үйлену тойында. Мұнда оған 30 шамасында, ал жанындағы әйел оның қалыңдығы. Оған қара, жақсылап қара. Данияр рамканы алып суретке көз жүгіртті. Қызығушылығы да аз, қабағы түйілген. Сонымен не? Әкем бұрын үйленген ғой. Бұл әкеміздің алғашқы әйелі. Біздің анамыз түрмеде өлді деп айтылған әйел. Сен бұл әңгімені білесің ғой. Бізге 100 рет қайталаған. Бірақ ол өлген жоқ, Данияр. Ол осында, тірі. Ол Бибігүл апай, деді Айдана дірілдеген дауыспен. Данияр маған жылдам қарады. Сосын суретке, тағы маған, тағы суретке. Жүзінде күмән, сенбеу, тіпті келеке бар. Не деген сандырақ бұл Айдана? Ақылыңна адастың ба? Біздің анамыз 15 жыл бұрын өлген. Бізге әрдайым солай айтқан. Әкем де айтты, Әлия да айтты. Әлияның әжесі де айтты. Ол қалайша осында тірі жүруі мүмкін? Ол өлген жоқ, ол түрмеде отырды. 15 жыл. 3 ай бұрын босап шықты. Бізге келді. Бізге жақын болу үшін үй қызметшісі болып орналасты. Өйткені біз танымай қаламыз, сенбейміз деп қорықты. Данияр маған ұзақ қатаң қарады. Көзінде талап, сенімсіздік, қарсылық тұр. Егер сен шынымен біздің анамыз болсаң дәлелде. Тек анамыз ғана білетін бір нәрсе айт, басқа ешкім біле алмайтын бірдеңе. Мен оған 2 қадам жақындадым. Тік қарап тұрдым, көзімді тайдырмадым. Даусым баяу, анық шықты. 15 жыл бойы жүрегімде сақтап келген ең қымбат естеліктерді бір-бірлеп суырып ала бастадым. Сен 7 сәуірде 1998 жылы таңғы 9:17-те дүниеге келдің. Қалалық нөмірі 4-ші перзентханада, Саяжай көшесінде. Босануым өте ауыр болды. 18 сағатқа созылды. Анестезиясыз босандым. Өйткені менің жансыздандыратын дәріге аллергиям бар. Сен туған кезде 3 келі 800 грамм едің. Бойың 52 сантиметр болды. Акушерка сені алғаш кеудеме қойған кезде сен жыламадың. Көп бала сияқты айқайламадың.
Сен үлкен сұр көзіңмен маған қарап жаттың, байыпты мұқият, бетімді зерттеп жатқандай. Сенің сол өкшеңде туа біткен қоңыр мең бар еді, үлкен бұршақтай. Ол әлі бар болуы керек. Туа біткен мең жоғалып кетпейді. Данияр еріксіз төмен қарады. Сол аяғына тіпті көрінбесе де. Мен жалғастырдым. Даусым қатая түсті. Сенімді шықты. 3 жасқа келгенде сен қараңғылықтан қатты қорқатынсың. Әр кеш сайын жылайтынсың. Жарық өшсе бөлмеде 1 минутта жалғыз қалмайтынсың. Мен әр түн сайын төсегіңнің қасында отыратынмын. Кішкентай жылы қолыңды ұстап, басыңнан сипап, саған бір ғана бесік жырын қайта-қайта айтатынмын. Сұр қасқыр туралы, лақтарды күзететін қасқыр, орманда секіріп жүрген қоян туралы. Сол бір әнді 20-30 реттен айтатынмын. Сен ұйықтап кеткенше, кейде 2-3 сағат отырып қалатынмын. Қорқып боянбасын деп қасыңнан кетпейтінмін. Даниярдың дауысы дірілдеп шықты. Сыбырға айналды. Мен сол әуенді кейде әлі де есіме аламын. Сөздерін білмеймін. Бәрі ұмытылған. Бірақ әуені көмескі болса да есімде. Кейде ұйықтай алмай жатқанда өзіме ыңылдап айтып аламын. Әрқашан оны жай ғана түсім шығар деп ойлайтынмын. Немесе біреу бір рет айтып берген. Сол әуен санамда қалып қойған шығар деп. Бұл түс емес, Данияр. Бұл қиялда емес. Бұл мен едім. Сенің анаң. Мен саған сол әнді әр кеш сайын айтатынмын. Сен өсіп, қараңғылықтан қорықпай қалғанша, төсегіңнің жанында отырып, қолыңнан ұстап, қайта-қайта ыңылдап айтатынмын. Мен жанымда тұрған екі қолым кеудесіне қысып, көз жасына малынған Айданаға бұрылдым. Ал сен, Айданам, сен 1996 жылдың 19 қыркүйегінде кешкі 6:32-де сол перзентханада дүниеге келдің. Сен өте кішкентай едің. Бар болғаны 2 келі 900 грамм. Арық, нәзік, бірақ толық жетілген дені сау сәби едің. Сен туған кезде жыламадың. Данияр сияқты айқайлаған жоқсың. Тіпті тыныш едің. Тек бәсең ғана дыбыс шығарып, үлкен қара көзіңмен айналаңа таңырқай қарап жаттың. Жаңа әлемді зерттеп жатқандай. Сенің оң иығыңда су тамшысындай кішкентай қоңыр мең бар. Туа біткен, дөңестеу. Ол әлі де бар. 3 жасқа толғанда сен біздің үйдің жанындағы ойын алаңында тұрған биік темір әткеншектен құлап түстің. Биіктігі 1,5 метрде еді. Маңдайының темірге соғылған. Оң қасың қатты жарылды. Қан сел болып ақты. Мен қорыққанымнан есімнен танып қала жаздадым. Сені күртешеме орап, жараңды орамалмен қысып ұстап, такси тоқтаттым, ауруханаға алып ұштым. Сен жол бойы жыладың. Алақаныңмен жараңды басып отырмын. Бірақ қан саусақтарының арасынан сырғып ағып жатты. Трампукке жараңды тазартып, 3 тігіс салды. Қара жіппен. Сен өте батыл болдың. Дәрігер тіккенде қатты жыламадың. Тыртық қалды. Кішкентай жіңішке бірақ бар. Оң қастың үстінде бұрынға жақын жерде. Айдана түс көріп тұрғандай баяу қолын көтерді. Дірілдеген саусақтарымен оң қасының үстіндегі жіңішке тырнақты сипады. Ол тыртықты әрдайым кекілімен жауып жүретін, ұялатын. Мен жалғастырдым. Даусым эмоциядан дірілдеп тұрды. Сен бала кезіңе сурет салуды қатты жақсы көретінсің, Айданам. Мен саған үнемі түрлі түсті қарындаш, фломастер, бояу, альбом, бояу кітаптарын алып беретінмін. Сенің Дисней қаншайымдары бар үлкен, қалың бояу кітабың болатын. Сол кітапты ерекше жақсы көрдің. Әсіресе бал көйлектегі Золушка салынған бетті қатты ұнайтын. Сол бір бетті 20 рет, 30 рет бояйтынсың. Әр жолы басқа түске. Алдымен қызғылт, сосын көгілдір, сосын күлгін, сосын сары, сосын қызыл. Сен Золушканың ең әдемі қаншайым болғанын қалайтынсың. Оның көйлегі ең әдемі болсын дейтінсің. Сен сол кітапты жыртып бітіретінсің. Қатты басып бояйтынсың. Беттері тесіліп кететін. Мен саған сол кітапты 5 рет сатып алып бердім. Өйткені сен қайта-қайта сұрай беретінсің. Айдана бетін екі қолымен жауып алды. Даусын шығарып өксіді. Иықтары селкілдеп кетті. Ол өзін ұстай алмай еркін жылап тұрды. Данияр бірнеше секунд қозғалмай тұрды. Сосын баяу барып диванға отырды. Басымен қолын сүйеді. Шынтақтарын тізесіне қойды. Оның да иықтары дірілдеп тұрды. Бірақ ол жылағаннан көрсетпеуге тырысып отырды. Мен қасына келіп отырдым. Қолымды арқасына қойдым. Жауырындарының арасын баяу сипадым. Ол кішкентай кезінде жылағанда қалай сипасам, дәл солай.
Мен сендердің аналарыңмын, балаларым. Мен сендерді өмірден де қатты жақсы көрдім, өзімнен де қатты. Қорқынышты түрмеде өткізген 15 жылымның әр күні тек бір оймен өтті. Сендер қалай өсіп жатқандарыңды елестеттім, қалай есейіп өзгеріп бара жатқандарыңды көз алдыма келтірдім. Сендерге ай сайын хат жаздым, кейде айына 2 рет. 15 жылда 200-ден астам хат. Сол хаттарда сендерді қалай жақсы көретінімді жаздым. Дауыстарыңды, құшақтарыңды, күлкілеріңді қалай сағынатынымды жаздым. Түрмедегі өмірімді де жаздым. Сендер менің тірі екенімді, сендер туралы ойлайтынымды білсін деп. Мен хаттарымда бір күні міндетті түрде ораламын, сендерді құшақтаймын, қайтадан бірге боламыз деп жазатынмын. Сендер ол хаттарды ешқашан алмадыңдар, өйткені әкелерің оларды сендерге бермеген, жасырып келген. Бірақ мен бәрібір жаздым, өйткені жазбай тұра алмадым. Сол хаттар мені осы жылдардың бәрінде тірі ұстаған жалғыз нәрсе болды. Данияр басын баяу көтерді. Беті жасқа малынған, көздері қызарып ісіп кеткен. Ол маған ұзақ қарады. Әжімдерімді, ағарған шашымды, бетіндегі тыртықты, сынған тістерімнің орнын шолып өтті. Солардың ар жағынан 20 жыл бұрынғы жас сұлу анасын көруге тырысқандай. Сосын қарлығып, әр сөзді зорға шығарып, әкем неге бізге сені өлдің деді, неге өтірік айтты, неге шындықты 15 жыл бойы жасырды деп сұрады. Мен басымды шайқадым. Данияр, нақты білмеймін, тек болжай аламын. Мүмкін оған солай оңай болған шығар. Балаларға аналарын түрмеде отыр деп түсіндіргеннен гөрі қайтыс болды деу жеңіл болған шығар. Мүмкін сендер мектепте мазақ болмаңдар, қиналмаңдар деп ойлаған шығар. Мүмкін сендердің мені ұмытып, Әлияны ана деп қабылдағандарыңды қалаған шығар. Толыққанды отбасы болсын деген шығар. Ал мүмкін мен өз өмірінен де, сендердің өмірлерінен де өшегісі келген шығар. Бәрін нөлден бастағысы келген шығар. Мен ешқашан болмағандай. Біз Әлияны ешқашан ана деп қабылдаған жоқпыз, деді Айдана қаттырақ дауыспен. Бір секундта қабылдаған емеспіз. Ол біз үшін әрдайым бөтен, суық, қатыгез әйел болды. Біз оны жек көрдік. Айдана диванға жақындап, менің қасыма отырды. Қолымды екі алақанымен қысып ұстады. Жылы, жұмсақ қолдарымен. Апа, мен сені мама деп атасам бола ма? Дауысы дірілдеп шықты. Әр сөзінде жалбарыну бар еді. Мен оны құшақтай алдым, қатты, кеудеме басып. Ол бетімен иығыма тығылды. Денесі солқылдап жылап тұр. Әрине қызым, әрине. Мен әрдайым сендердің аналарың болдым. Жанымда болмасаң да жүрегіммен, жаныммен әрдайым сендермен бірге болдым. Данияр да екінші жағынан құшақтады. Қатты үмітсіздікпен. Адам жоғалтып, қайта тапқанда қалай құшақтайды, дәл солай. Біз үшеуміз жылы қонақ бөлмеде диванда бір-бірімізге жабысып отырдық. Ұзақ жыладық, жасымызды жасырмадық, ұялмадық. 15 жылдық айырылысу, сағыныш, жалғыздық, ауырсыну, бәрі осы көз жаста сыртқа ақты, жуылып жатқандай болды. Бәлкім 20 минут, бәлкім одан да көп жыладық. Ақырындап деміміз басылды. Алғаш болып Данияр ажырады. Бетін екі қолымен футболкасының жеңімен сүртті. Қызарған көзімен маған қарады. Әкем сенің осында екеніңді біледі ме? Үй қызметшісі болып істеп жүргеніңді? Жоқ, ол мені мүлдем танымады. Мен қатты өзгердім. Ол үшін мен жай ғана Бибігүл Қалиқызы деген бөгде қарт үй қызметшісімін. Данияр бірден. Біз оған дәл қазір айтуымыз керек. Қоңырау шалып, осында шақырайық, бәрін айтайық деді. Мен басымды шайқадым. Жоқ балам, қазір емес, аздап күтейік. Неге күтуіміз керек, деді Данияр шыдамсызданып. Әкем білуі керек, сенің тірі екеніңді, қайтып келгеніңді. Мен басымды баяу шайқадым. Өйткені мен бұл жерге тек сендерді көру үшін, құшақтау үшін ғана келген жоқпын. Мен сендерді қорғау үшін келдім. Кімнен қорғау, неден деп Айдана сыбырлай сұрады. Әлиядан, сендердің өгей аналарыңнан. Мен бәрін көріп жүрмін. Қолдарыңдағы, аяқтарыңдағы көгерген іздерді. Оның сендерге қалай айқайлайтынын, қалай қорлайтынын, қалай ұрып соғатынын. Әкелерің мұны көрмейді, немесе көргісі келмейді. Өйткені ол үнемі жұмыста, үйден алыс, сендерден алыс. Айдана төмен қарады. Ол шынымен қатыгез деп сыбырлап, үйге алғаш келген күннен бастап сондай болды. Ұсақ түйек үшін ұратын, төгілген шай, кір аяқ киім, ұмытылған дәптер, қатты күлгеніміз үшін бізді бөлмеге қамап қоятын.
тамақ бермейтін, құрбыларының алдында қорлайтын, пайдасыздар, ақымақсыңдар, ешкімге керексіздер дейтін. Әкем мұны көрмейтін. Ол үйде болғанда Әлия мейірімді болып кететін, бізге күлімсіреп басымыздан сипайтын. Ал ол кетісімен қайтадан құбыжыққа айналатын. Мен Айдананың қолын қаттырақ қыстым. Білемін, қызым, мен бәрін көріп жүрмін. Сондықтан соңғы 2 айда істеп жүргенімнің бәрін істеп жүрмін. Не істеп жүрсіз, деді Данияр сыбырлап. Нақты не істеп жүрсіз оған? Оны бұл үйден біртіндеп қуып шығарып жатырмын. Оған бұл жерді өмірді төзгісіз етіп жасап жатырмын. Ол өзі кететіндей. Қалай? Ұсақ-түйек арқылы. Бірақ сол ұсақ-түйектер адамды ақырындап жынды қылады. Мен оның қымбат киімдерін жууды, үтіктеуде білінбестей бүлдіріп жүрдім. Тамақты сәл ғана дәмсіз қыламын. Бөлмесіндегі заттардың орнын күнде миллиметрлеп ауыстырамын. Ол жайсыздық сезеді, бірақ неге екенін түсінбейді. Ал сендерге тиіссе, мен араларыңа тұрамын, қорғаймын. Қатаң режимдегі колония маған көп нәрсе үйретті. Қалай тірі қалуды, қалай төзуді, қалай адам айқайсыз, күш қолданбай тек ақылмен, жүйкемен, сабырмен сындыруды. Данияр маған ұзақ қарады. Көзінде құрмет те бар, үрей де бар. Сонда сен 2 ай бойы мұның бәрін әдейі істеп жүрсің бе? Иә, күн сайын жүйелі түрде, және бұл нәтиже беріп жатыр. Әлия қазір жүйкелік күйреудің алдында тұр. Әкелерімен күнде ұрсады. Мені жұмыстан қуғысы келеді, бірақ әкелерін қарсы. Ол өзінде жағдайды да бақылаудан шығарып алды. Көп ұзамай мүлдем сынады. Айдана қолымды қаттырақ қысты. Біз саған көмектесеміз, мама. Айтшы, не істеуіміз керек? Мен оның маңдайынан сипадым. Ештеңе, тек бәрі бұрынғыдай болсын. Оған да әкелеріңе де менің кім екенімді білгендеріңді білдірмеңдер. Әзірге Бибігүл апай ғана болайын. Ал шындық дұрыс сәт келгенде айтылады. Әзірге бәрі бұрынғыдай болсын. Мен сендер үшін тек үй қызметшісі Бибігүл апай болып қала берейін. Бұл жоспардың сәтті болуы үшін өте маңызды. Егер Әлия немесе әкелерің бірдеңеден күдіктенсе, сендердің шындықты білгендеріңді аңғарса, бәрі күйреуі мүмкін. Сондықтан құпияны әлі аз ғана уақыт сақтаймыз. Екеуі де үнсіз бас изеді. Сол кештен бастап үйдің іші сырттай бұрынғыдай көрінгенмен, ішімізде бәрі өзгерді. Балалар шындықты білді, менің кім екенімді білді, аналары тірі екенін, жанында жүргенін, оларды сүйетінін білді. Осы білім ғана адам сенбес күш берді. Әр күнімді мағыналы өтті, үміт берді. Айдана мен Данияр Әлия мен Арманның қасында өзін әдейі бұрынғыдай ұстайтын болды. Мені Бибігүл апай деп атады. Сыпайы салқын үй қызметшісіндей сөйлесті. Ал біз оңаша қалғанда, ас үйде, қонақ бөлмеде, Әлия жоқта, Арман жұмыста жүргенде, олар маған жүгіріп келіп құшақтайтын, бетінен сүйетін, сыбырлайтын. Анашым, қайтып келгеніңе сондай қуаныштымыз. Олар маған 15 жыл бойы ішінде жиналғанын бәрін айтты. Мектеп туралы, достары туралы, қорқыныштары туралы, армандары туралы. Айдана суретші болуды армандайды екен. Портреттерді көмірмен, аквариуммен салады, бірақ суреттерін шкафқа жасырады. Өйткені Әлия өнер ермек, экономист немесе заңгер болу керек дейтін. Данияр бокспен аптасына 3 рет айналысады екен. Болашақта кәсіби жаттықтырушы болып, тұрмысы төмен отбасылардың балаларына тегін жаттығу өткізуді қалайды. Мен оларды сағаттап тыңдадым. Әр сөзін, әр үнін. Балаларымды 15 жылдан кейін қайта танып жатқандай болдым. Ал Әлия, ол шын мәнінде күйреуге жақындап келе жатты. Жүйкесі жұқарды, бәріне айқайлайтын болды. Балаларға да, Арманға да, маған да. Заттарды лақтыратын, есікті тарс жабатын, кешке шарапты бөтелкемен ішетін. Арманмен күнде түнде ұрсатын, айғайлары бүкіл көшеге естілетін. Мен финалды күттім. Ол мүлде шыдай алмай қалатын сәтті күттім. Және сол сәт қаңтардың суық бір кешінде келді. Арман 3-ші күн қатарынан іс-сапарда еді. Қалада, үйде тек Әлия, балалар және мен ғана бар едік. Әлия кешкі астан кейін шарапқа сылқия тойды. Қонақ бөлмеде диванда отырып, қолында бөтелке, терезеге бос, тұманданып кеткен көзбен қарап отырды. Айдана төменге математика оқулығын алуға түсті. Журнал үстелінде қалып қойған еді. Ол кітапты үнсіз алды, байқатпай кетпек болды, бірақ Әлия өткір дауыспен айқай салды. «Ей, Айдана, мұнда кел дереу!» Айдана тоқтап қалды, бұрылды. Баяу сақтанып жақындады.
Әлия диваннан теңселіп тұрып, оған тақап келді. Дөрекі қимылмен иегінен ұстап, қысып, бетін жарыққа бұрды. Тағы боянып алғансың ба? Ернің қызыл, мен тыйым салдым ғой. Бұл жай ғана гигиеналық помада, ашық қызғылт. Менімен дауласпа, оңбаған. Әлия қолын көтерді, ұрмақ болды. Сол сәтте мен ас үйден шықтым. Олардың арасына тұрдым. Қатты нық. Әлияның қолын ауада ұстап қалдым. Білегінен қысып ұстадым. Жетеді. Оған қол тигізгенің. Әлия маған есінен танып қалғанын ашумен қарады. Сен кімсің өзі? Менің үйімнен кет. Сен жұмыстан шығарылдың қазір. Мен оның көзіне тура қарадым. Сабырмен, суық, қорықпай. Жарайды, мен кетемін. Тек үй иесі Арман айтса ғана, дедім салқын дауыспен. Сіз емес. Әлия ашумен, дәрменсіздікпен бозарып кетті. Мені итеріп жіберді. Үстелден сөмкесін, көлігінің кілтін, телефонын жұлып алды да есікті тарс жауып үйден жүгіріп шығып кетті. Терезелердің әйнегі дір ете қалды. Біз көлігінің оталғанын, қар жамылған жолмен шиналарды шыңғырып алыстан кеткенін естідік. Айдана дәлізде тұрды. Бүкіл денесі қалтырап тұр. Қорқыныш пен жеңілдік аралас сезім. Мен оны құшақтадым. Бәрі жақсы қызым. Ол кетті. Енді қайтып келмейді. Және мен қателеспеппін. Әлия сол түні қайтып келмеді. Ертеңіне де келмеді. Арман іссапардан оралғаннан кейін де келмеді. Арман жатын бөлмедегі үстелден асығыс жазылған қысқа ғана хат тауып алды. Бұл үйде енді тұра алмаймын. Құрбыма кеттім. Ойлануға уақыт керек. Қоңырау шалма. Арман кеш бойы хабарласты. Ол қоңырауларды қабылдамады. Бір аптадан кейін 3 сөзден тұратын хабарлама келді. Тез арада ажырасқым келеді. Арман есеңдеп қалды. Не болғанын түсінбеді. Неге бұлай аяқ астынан кеткенін ұға алмады. Балалар ашық, қуаныш көрсетпеді. Бірақ мен олардың көзінен жеңілдікті, жүрісінен еркіндікті, ернінен күлкіні көрдім. Әлиясыз үй жарық болды, тыныш болды, қауіпті болды. Бір ай өтті. Арман ажырасу құжаттарын рәсімдеп жүрді. Әлия хабарласқан жоқ, қайтып келген жоқ. Өмір біртіндеп орнына түсе бастады. Ақпанның бір кешінде біз үшеуміз ас үйде шай ішіп отырдық. Мен пісірген үй печеньесін жеп отырғанбыз. Сонда Данияр нық дауыспен: «Мама, күткен жетер. Әкеге шындықты айту керек. Ол сенің тірі екеніңді, осында екеніңді, бізге қайтып келгеніңді білуі тиіс» деді. Мен Айданаға қарадым. Ол басын изеді. «Я, мама, Әлия жоқ. Біз қауіпсізбіз. Енді папа білуі керек». Мен келісім бердім. Ертеңіне кешке Арман жұмыстан шаршап келгенде балалар оны дәлізден қарсы алып, қонақ бөлмеге шақырды. «Папа, бізбен маңызды сөйлесу керек. Өте маңызды. Отырыңызшы». Арман сақтана кірді. Креслоға отырды. «Не болды?» Мен артынан кіріп, қонақ бөлменің ортасына тұрдым. Балалар екі жағымнан тұрып, қолымнан ұстап алды. Данияр әкесіне тік қарап: «Папа, бұл біздің анамыз. Бибігүл апай жай ғана үй қызметшісі емес. Бұл Айсұлу, сенің бірінші әйелің, біздің анамыз. Ол 15 жыл бұрын түрмеде өлген жоқ. Ол мерзімін толық өтеп шықты. Қайтып келді. Бізге келді» деді. Арман маған қарады. Жүзі біртіндеп ағара бастады, көздері үлкейді. Демі жиеледі. «Бұл мүмкін емес. Айсұлу өлген. Маған колониядан ресми хат келген. Ешкім өлген жоқ, Арман. Ол хат жалған болған. Немесе сен өзіңе солай сенгің келді. Мен тірімін. 15 жыл отырдым. Қазан айында босадым. Балаларды көру үшін келдім. Сен танымай қалған соң үй қызметшісі болып кірдім». Ол маған бірнеше минут үнсіз қарады. Әжімнің астынан ағарған шаштың, тыртықтардың ар жағынан таныс бейнені іздеді. «Айсұлу, бұл шынымен сенбісің?» Дауысы дірілдеді. «Я, бұл мен, сенің бұрынғы әйелің, балаларының анасы». Ол екі қолмен бетін басты. Иықтары селкілдеп кеді. «Құдайым-ау, мен сені танымадым, мүлдем танымадым. Маған сен өлді деп хабарлаған, тіпті жерлеуге ақша жібергенмін. Бұл өтірік болды. Біреу сені алдады, немесе сен өзіңді алдадың. Маған қарағанда Әлиямен жаңа өмір бастауың жеңіл шығар. Бірақ мен тірімін. Мен осындамын. Және мен балаларыммен қаламын». Арман қолын түсірді. Көзінде ауыр өкініш, кінә тұрды. «Кешір мені, Айсұлу. Сотта саған қарсы куәлік бергенім үшін, сені қорғай алмағаным үшін, балаларға сен өлдің дегенім үшін, Әлияға үйленгенім үшін». Мен үнсіз тұрдым. Кешіру оңай емес еді. Бірақ мен
үшін сол сәтте ең маңыздысы балалар болатын. Бұл туралы кейін сөйлесеміз, Арман. Қазір бастысы балалар шындықты білді. Мен олармен біргемін және енді ешқайда кетпеймін. Ол үнсіз басын изеді. Солай, біздің жаңа өміріміз басталды. Бәрімізге бірге, бұрынғыдай емес. Бірақ бұл менің отбасым, менің балаларым, менің үйім. Мен ақыры үйіме қайтып келдім. Әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарийге қай қаладан көріп отқандарыңызды жаза кетіңіздер. Және ең бастысы, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.